Ел экономикасын дамытып, саяси тұрақтылықты ұстау үшін елдің бірлігі қажет. Сондықтан мерзімінен бұрын сайлау өткізу елдің мүддесі үшін жасалған батыл қадам дейді өңірдегі зиялы қауым өкілдері. Біз өзіміздің бұдан ары әлеуметтік, қоғамдық, саяси, экономикалық дамуымызды сақтап қалып, және алдағы өзіміздің жасап отырған стратегиялық, тактикалық жоспарларымызды дұрыс игеруіміз үшін міндетті түрде таяу арада президенттік сайлау өткізу қажет болатын. Басшымыз оның әділ және ашық түрде өтуіне мен президент ретінде кепілдік беремін деді. Бұның өзі де халыққа бір үлкен сенім ұялататын бір сөз болды ғой деп ойлаймын. Оны әлемдік талаптарға сай етіп, ашық демократиялық зайырлы қоғам ретінде осылай біз сайлауды өткіземіз деуінің өзі бұл біздің еліміздің тәуелсіз ел екенімізді көрсетеді.